Сіз білесіз бе, Бенджамин Франклин көпбалалы кедей отбасына дүниеге келген және 17 баланың 15-ші баласы болған жалғыз адам. Жақсы білім алып, миллиондаған байлыққа ие болған. Франклин өзінің табысының құпиясын жасырмады. Керісінше, кедей Ричардтың альманахы және байлыққа жету жолының өмірбаяны сияқты кітаптарында ол өзі ашып айтты. Бұл кітаптар қазіргі миллиардерлердің көпшілігі үшін байлықтың негізі болып табылады. Өйткені Бенджаминнің кеңесі бүгінде де өзек. Сіз бай және қаржылық жағынан еркін болуды армандайсыз ба? Сіз оларды тыңдауыңыз керек. Олардың барлығы дәл қазір айтылады. Сондықтан дайын болыңыз және бейнені соңына дейін көріңіз. Миллионер жазбасы арнасына қош келдіңіз. Жазылу түймесін басып, болашақ байлардың қатарына қосылыңыз. Кез келген табысты адамның жолы, ол миллионер немесе миллиардер болсын, басқа біреудің жеке тиімділік жүйесін көшіруден басталады. Әлем осылай жұмыс істейді. Сіз нөлден нәтижеге жете алмайсыз, немесе кез келген қызметтің сарапшысы бола алмайсыз. Тек олардың көмегімен жеке ақшалай табысыңызды құруға болады. Бенджамин Франклин оның басты мақсаты байлық болғанымен, өзін саясаткер, ғалым, жазушы, дипломат, тіпті журналистер рөлінде сынап көрді. Франклин өзінің өмірлік тәжірибесі мен білімін қарапайым халықтың байуы үшін пайдаланғанын қалады. Ол өзінің кедей Ричардтың альманахы кітабын сөз тіркесімен аяқтады. Менің кейбір ізбасарларым менің үлгімді қызметке алып, жемісін көретініне сенемін. Осылайша Бенджамин қарапайым тілмен түсіндіреді. Яғни, оның кеңесі барлық адамдарға жарамды және олардың өмір ырғағына әмбебап бейімделуі керек. Мысалы, аз жалақысы бар адамды, ақшасын жоғалтып алудан қорқатын адамды жинақтауға немесе инвестициялауға мәжбүрлей алмайсыз. Франклин үлкен ақша мәселесіне ғалым сияқты жақындап, өз тәжірибесіне сүйене отырып, әркімге табысқа жетудің жеке жолын ұстануға көмектесетін өсудің икемді нүктелерінің жиынтығын жасады. Бенджамин Франклин, сіз дәл қазір еститін ең жақсы 5 қаржылық кеңесі осылай дүниеге келді. Салқын есептің табысы Франклинге бір түнде келмеді. Оған Лондонның көптеген баспаханаларындағы қаңғыбас және шәкірттен өтуге 10 жыл қажет болды. Онда ол өз дүкендерін ашып, оны тиімді кәсіпке айналдыру үшін лас жұмыс жасады. Ол спартандық өмір салтын жүргізді және кез келген бәсекелестерден әлдеқайда еңбекқор болды. Бенджамин тіпті өз жұмысын кәсіпкерлік тұрғысынан қарастырды. Ол неғұрлым ұзақ жұмыс істесе, соғұрлым көп нәрсені үйренетін. Онда еңбекқорлық мансаптық өсуге, демек жалақының өсуіне кепілдік берді. Франклин тұрақтылық пен байлықтың кепілін көрді және сол немесе басқа қызмет түрін таңдауда өте мұқият болу керек және кенеттен баюдың еліктіретін перспективаларын босқа жібермеу керек деп есептеді. Сонымен қатар, кез келген бизнесте сіз жеке перспективаларды есептей білуіңіз керек және сіздің күшті және әлсіз жақтарыңыз ғана емес, сонымен бірге сізбен жұмыс істейтін адамдарды да бағалай білуіңіз керек. Бұл ақпарат сізге өзіңіздің ең жақсы нәрселеріңізді түсінуге көмектеседі. Оны пайдалана отырып, мансап сатысымен көтерілу жолымен күресуге болады, немесе белгілі бір қажеттілік сіздің күшті жақтарыңызбен қамтылатын аймақта өз бизнесіңізді құруға болады. Үйрену үшін ғана емес, сонымен бірге сынау үшін де Франклин кедей қолөнершінің отбасына тәрбиеленген. Сондықтан ата-анасының баласының жақсы білім алуына ақшасы болмады. Әкесі шын жүрегімен қаласа да, нәтижесінде бұл қаражат Бенджаминнің 2 жыл мектепке баруына ғана жетеді. Сондықтан ұлы сабын мен май жасауды үйреніп, әкесі күн көретін кәсіпті меңгеру керек деп шешті. Алайда бұл әрекеттер жас Бенджаминнің ерекше қызығушылығын тудырмады. Сондықтан әкесі ұлын қандай да бір түрде қызықтыру үшін оған басқа қолөнермен айналысуды ұсынды. Соның нәтижесінде бала шеберханаларда оқи отырып, түрлі дағдыларды меңгерді. Бұл қолөнердің ешқайсысын толық меңгере алмаса да, өз бетімен түрлі бұйымдар жасауды үйренді. Бұл оның одан әрі білім алуына серпін берді. Франклин өмірінің осы кезеңінде кітап оқуды оған нағыз ләззат беретінін түсінді. Ол жылдары Америкада типография енді ғана дами бастады. Сондықтан жаңа кітаптар қымбат болды. Ал әкесінің кітапханасынан Бенджамин оны қызықтыратын шығармаларды таба алмады. Бұл Франклинге ақша үнемдеуді үйренуге көмектесті. Өйткені жаңа кітап үшін үнемдеудің жалғыз жолы кітаптар мен оқулар. Принтерлерге осы өмірде өз қажеттіліктерін табуға көмектескен Франклин кейінірек оның жеке алған білімі оның бүкіл өміріне үлкен әсер ететінін айтты. Бұл мысал бізге теориялық біліммен қатар практикалық дағдыларды меңгеруді өте маңызды екенін көрсетеді. Оқулықта жазылған теорияны жүздеген рет қайталап оқуға болады, бірақ оны іс жүзінде қолдану арқылы ғана байлығыңыздың материалын толық меңгеріп түсіне аласыз. Франклин үшін байлыққа ұмтылу жай ғана мақсатқа жету құралы болды. Оның полиграфиялық бизнестен ерте кетуі
оларға адамзатқа көптеген пайда әкелді. Соның ішінде бірнеше жаңа өнертабыстар жасалды. Бенджамин байлыққа қол жеткізу және ізгілікті дамыту. Бұл сәнді өмір сүру және өзіңізді даналық және уақыт сипатына ие, басқаларға және өз еліне қызмет ете алатын белсенді және адал азамат болуға мүмкіндік беретін адамға айналдыру деп есептеді. Франклиннің басты хабарларының бірі сіздің байлығыңыздың не екенін түсіну. Өйткені әркім мүмкіндігінше көп ақшаны иемденгісі келеді, бірақ оған жету жолдарын бәрі бірдей түсінбейді. Сонымен қатар, егер сіз мәселені байлық пен сәттілікте елемей, өзіңізге ұнайтын нәрсеге назар аударсаңыз, қаржылық құрамдас бөлік сізді қудалай бастайды. Сондықтан миллиондаған жарысқа күш-қуатыңызды жұмсамас бұрын, оны бастауға тұрарлық па деп ойлануыңыз керек. Сізге ақша табу жақсы, басылымдықты сезініңіз. Бағам мен құн бұл екі түрлі ұғым. Франклин бұл қаржылық принципті өмірінің алғашқы кезеңдерінде түсінуге мәжбүр болды. 7 жасында сүйкімді дыбыстар шығаратын ысқырықты ұнатқан, ал Бенджамин бар жинаған ақшасын соған жұмсады. Ол тіпті бағаны түсіруге де тырыспады. Көрші бала айтқан соманы төледі. Бұл сатып алу Франклинге үлкен қуаныш сыйлады. Ол ысқырығынан айырылмай, ысқырықты үзбей ысқырды. Алайда бұл сатып алу оның туыстарына соншалықты сүйкімді көрінбеді. Олар балаға бұл ақшаға осы 4 ысқырықты сатып алуға болатынын түсіндірді. Ашығын айтқанда, бұл сатып алу оған бақыттан гөрі көбірек азап әкелді. Бұл оған өте маңызды сабақ алуға көмектесті. Сіз заттардың шынайы құнын көруіңіз керек. Әдемі айтудан гөрі жақсырақ жасаңыз. Бұл Бенджамин Франклиннің ең терең маңызды сөздерінің бірі. Біздің барлық жетістігіміз еңсеруде. Кедергілер қиын болған сайын, өзіңнің жалқаулығыңды, кемшілігіңді, дүниетанымыңды, көзқарасыңды және білгеніңнен жеңіс қуанышы соншалықты тәтті. Бұл олардың жақсарғанын, яғни өздерінің құндылығын арттырғанын білдіреді. Біз өзімізді жеңеміз. Сондықтан уақыт өте келе өзек қажет. Бұл сізге өз-өзіне сенімді болуға және өзіңіздің жеке ұйымыңызды нақты басқаруға білуге мүмкіндік береді. Бұл дағдылармен сіз олардың бір жылға қарағанда бір аптада көп нәрсеге қол жеткізесіз. Болашақ миллионерлер, сіздің өміріңізде естіген ең жақсы қаржылық кеңестерді комментарияға жазыңыз. Бұл бейнені бірге одан да мазмұнды етейік. Және сізбен бірге миллионер жазбалары болды. Сіз де бай қуатты бола аласыз.